Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгінгі видеомыз жеміс ағаштарын зиянкестерден қорғау немесе жеміс ағаштарын дәрілеу жайлы болады. Одан алдын сіздер Жомарт Бабаша каналының подписация бөліміне өтіп, каналға тіркеліп, лайк басып, каналға қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Енді өткенде күн 3-4 күн салқын болды, білесіңіздер. Күн салқын болғаннан кейін енді жеміс ағаштарының жапырақтарына міндетті түрде зиянкестер түседі. Енді былай сыртынан бір қарап өткенде білінбеуі мүмкін. Жақындап былай қарасаңыз жапырақтары бүрлеп жатыр. Уже күн салқын болды ма, уже оның артынан міндетті түрде зиянкестер түседі. Ол анық зат достар. Енді бұны шұғыл түрде дәрілеуіміз керек. Енді бұны дәрілегенде достар 1-2-3 дәрілегенге кете қоймайды бұл. Бұны 5-6 рет қайта дәрілеп, ізінен қалмай, мына күн әбден ысып кеткенше бұны дәрілеп, мына зиянкестерді жоқ қылып болуымыз керек. Әйтпесе мына жемістері сапасыз болып түсіп қалып, сондай жаман жағдайлар болуы мүмкін достар. Бұны енді қалайда зиянкестерден құтқаруымыз керек, қайта дәрілеп. Енді дәріні қалай жасауды көрсетемін достар. Енді мен мына жылда өзімнің қолданып жүргенім мынандай дәрі карате деген, осыны қолданып жүрмін. Бұл енді иісі де жаман шығады. Сол мына енді жаңағы жапырақтарындағы нелеріндегі зиянкестерді енді қууға маған енді осының көмегі жақсы тиіп тұр. Енді мен де осыдан сіздерге жасап көрсетемін. Егер бұны таба алмасаңыз, енді жаңағы сатушыдан сұрап басқа түрлерін алсаңыз да болады. Егер бар болса, осыны алғаныңыз, осының нәтижесі көбірек болып тұр. Қақпағын ашамыз достар. Енді мына 5 граммдық сприз. Енді бізге мына 5 литрлікке дайындаймыз. Бізге бір 2 граммы болса 5 литрге болады. Екей достар, спризбен 2 грамм тартып алдық. Базардан алғанда енді жеміс ағаштарыңыз көп болса, енді осындай үлкендеу, мынадан да үлкендеуін алғаныңыз жақсы бола береді. Кішкентай пензелин шөлмекте тұрады ғой, ол енді тез бітіп қалады. Мынандай үлкендеуін алсаңыз, енді сіздерге бір сезонға арқайын жетеді. Достар, 2 грамм тартып алдық, 5 литрліктің ішіне құямыз мінекей достар. Енді бұны жақсылап араластырамыз. Өзі әбден аппақ сүттей болып шығады. Сол кезде бұны құйып бастаймыз достар. 15-20, 30-40 минуттай тұрса, содан кейін пайдалануға болады. Достар, енді жаңағы жасаған дәріміз дайын болды. Енді оны мына жеміс ағашқа себуді сіздерге көрсетемін достар. Мына алдыңғы видеомда айтқан опискребателім садовый. Оның енді қалай жақсы қызмет көрсететінін алдыңғы видеомда көрсетіп өттім достар. Каналға тіркеліп видеоларды қарасаңыздар болады. Қалай істеу керек, қайдан алу керек, сол жерге айтқанмын достар. Егер қызығып мынаны интернет магазиндерден таба алмай жатырсаңыздар, онда комментарияға жаза кетіңіздер, қайдан алуға болатынын. Сол жерге сұрасаңыз, сол жерге жазатын боламын достар. Оны мынаның ішіне салдық. Тағы бір көрсетіп өтейін достар, мінекей. Түбіне жететіндей қылып созып ішіне салдым. Опискребательдің бір шығады достар, жақсы жері. Сосын мына жерден тағы бір ұзарады достар, мінекей. 1 метрден көбірек. Шлянкасының өзі 1 метрдей бар. Сонымен талға жетеді деп ойлаймын достар. Енді бұны иыққа асып аламыз. Қалай жасау керек екенін видеода көрсеткенмін достар. Осылай жасап алыңыздар, бұл өте жақсы зат. Енді қайта мақтай бермей қояйын. Достар, енді мынау жеміс ағаш, шабдалы. Енді былай сыртынан бір қарағанда ештеңе жоқ сияқты болып көрінеді, бірақ енді мынандай қылып жақсылап жақыннан келіп байқап қарасаңыз, уже міне жапырақтары бүрлеп жатыр достар. Қараңыздар жеміс ағаштарыңызды. Шұғыл түрде бұларды дәрілеу керек. Бұл енді дәрілемей жүре берсеңіз, бұл күш бермей кетуі мүмкін. Жапырақтар бүрліп қалады. Онда да мына жапырақ дәрілегеннен кейін мына бүрліп қалған жапырақтар орнына келмейді. Бұлар енді түсіп қалады да, бірақ енді қалғандарына жаңағыдай бүрісіп қалмауына дәрілегеннің пайдасы тиеді. Шұғыл түрде мына зиянкестерді қууымыз керек достар. Мінекей мынау бәрін дайындап алдық. Мынау енді былай качайттап жұмыс жасайды, мен көргеніңізде достар. Мінекей достар. Мына затты пайдалансаңыз, уақытыңызды үнемдейсіз, әрі ақшаңызды үнемдейсіз достар. Мінекей достар.
осылай дәрілей бересіңіздер. Сол жерден түсіре бер. Осылай дәрілей бересіңіздер достар. Мына иісі қатты шығады. Осыдан енді зиянкестер қашады достар. Осылай дәрілей бересіңіз достар. Оны дәрілегенде енді кешкі салқынмен дәрілеген дұрыс болады достар. Жел жоқ, тынық ауа райында кешкі уақытта дәрілесеңіздер болады достар. Мінекей жартысы кетті үлкен бір жемсағашқа. 2 үлкен жемсағашқа жаңа мына 5 литрлік мол жетеді. Мынандай осындай апискриватормен шашсаңыздар достар. Келесі видеоларды өткізіп алмаңыздар достар. Каналға жазылыңыздар, тіркеліп каналға қолдау білдіріп отырыңыздар ағайын. Жемістеріңіз көп болсын, аман сау болыңыздар.